сабақта шолуын сенің білетінің бүгін нысандардың беткі ауданын өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдай білесің. Сосын палеткамен жұмыс істеу әдісі, ауданды өлшем бірліктерін салыстыру бойынша арифметикалық амалдарды орындау. Сенің меңгеретінің ауданы бар нысандардың атауы, нысандардың беткі ауданын өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдау. Осындай сабақтың мазмұны ары қарай енді жалғастырып сабақты бастау. Бірліктері видеоны тамашалаймыз қазір. Мұқият қарап отырамыз. Ауданның белгісі қалай аталады? С деп аталады, иә? Мынау қандай фигура? Мынау не? Алдымыздағы тақта. Тақтаның пішіні қандай? Тіктөрткіш пішінде, иә? Міне балалар, мынау фигураның ауданын өлшеу. Квадрат сантиметрлерге бөліп қойған. Ауданның бетін шаршы сантиметр. Дециметр квадрат міне. Дециметр. Мына жерде неше дециметр квадрат тұр? 6 дециметр квадрат. Сантиметр квадратты біз дәптердің бетінде фигураларды өлшейміз, иә? Сантиметр квадратпен. Енді дециметр квадратты біздер мынандай партаның бетін, тақтаның бетін өлшейміз, иә? Сынып бөлмесінде қандай фигуралар бар? Міне, төртбұрыш пішінді, дөңгелек пішінді, терезе міне төртбұрыш пішінді, еденнің өзі де сол төртбұрыш пішіндермен орналасқан екен. Іліп қойған қағаздардың өзі де төртбұрыш пішінді екен. Міне, тақтаның несін ауданын есептеген. Тақтаның S ауданы 30 метр квадрат болса, оның қазір есіп ені мен есіп табамыз. Енін, яғни неше-нешенің көбейтіндісі. Мына жерде 5 болуы мүмкін, мына жерде неше? 5 неше? Неше? 6, 5-ің бір жағы 6, бір жағы 5 болуы мүмкін. Яғни 6-ны 2-ге бөлген неше? 12. 12-ні 2-ге бөлген неше? 6. Негізі көбейтумен бөлу бір-біріне қандай амал? Кері амал. Кері амал. Дәптердің ауданын өлшеу үшін қолайлы өлшем бірлікті таңда дейді. Кім таңдайды мына ішіне? Кім келеді мына жерге? Келші. Кел оған. Бойы ұзын. Міне дециметр квадратта, сантиметр квадратта, метр квадратта қайсысы? Міне тамаша. Тексер. Білгенің жөн. Дәптердің таңдады. Дәптердің шамаланған өлшемін есіңе түсір дейді. 1 сантиметр квадрат тең 1 сантиметр болатын шаршы дейді. Олар тым үлкен өлшем бірліктері болып, өлшеуге қолайсыз болады. Алға кеттік. Қарындаш қорабы, бақша жүйегі, футбол алаңы дейді. Жауабын текстті көрсету дейді. Нысандарды аудандарын кему ретімен орналастыр дейді. Материалдан жасалады. Оған бірдей өлшемдегі шаршылардың палеткамен өлшенген аудан әрқашан шамамен өлшенген болып ауданның формуласында шығады. Менің суреті бар. Міне. Жүректі ашып. Жүректің енді ауданын есептейміз. Бүтін шаршыларды есептеймін. Бүтін шаршыларды неше санаш? Біреуден санаш қолмен. Бүтіндер емес. Бүтін мынаның ішін, жүректің ішін бір, сосын 4, бір, міне бүтін не? 2, 3, 4, міне. Мыналар бүтінге жата ма? 4-ü, мінжеге 4 сал. Мінжеге 4 сал, мына 4 бас. Бас 4 сал. Аха, міне 4. Енді қара, жаңағы 4-ті, енді шетіне басап 1, сана. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 жасымыз. Өзің жаз, өзің. 14 жас. Өзің жаз, 14. 14. Міне, 14 жасым. Енді соны 2-ге бөлесің, 2 жас. Міне, 2 жасым тең болады. Енді қара. Неше 2, міне. Неше 7, 14.
Екі неше 14. 2 бөлім 2. Айтыш таблицаны. Аха, әне. 2 14. Демек, мына жерде неше шығады екен? Мынадан неше шығады екен? Неше болады? 7-ге неше 4-ті қосамыз? 7. 8. 4 қосқара. 7 ғой, е? 8 мына 8 9 мына 8 жазасың. Дұрыс болды ма, қа? Жасыл болса дұрыс болған. Оқыш білгенің жөн. Білгенің жөн, е? Міне оқы. Оқы өзің, оқы. Палеттен ауданды Есептеу. Молодец. Тең қосу бөлу мұндағы толық шаршылардың саны. 11 сантиметр квадратқа тең болды, да? Жақсы, балалар қошып Молодец. Палетка, балдар, қара. Палетка не үшін керек? Палетка мұны тіктөртпіш пішінде емес, яғни қалай сопақша, әртүрлі пішінде болады ғой. Сондай пішінді фигуралардың ауданын есептеу үшін палетка керек екен. Палетка деген зат. Сызылған сияқты міне 4 квадрат сантиметр квадраттарға бөлінген өлшеуіш құрал палетка деп аталады. Міне бұл сантиметр квадратпен болуы мүмкін. Енді сен де білесің ғой, дастарханның үстіне де салапан аламыз, содай. Сол салапанның үстінде сызып мынандай палетка жасап, мына столдың беттерін палетка арқылы, стол емес мысалы, бір дөңгелек болсын, басқа нәрсе болсын, фигуралар болсын, соның ауданын өлшеуге болады палеткамен. Түсінді ме? Мына палетка деген құрал екен. Не деген құрал екен? Палетка. Палетка деген құрал екен. Палетка міне дециметр неге нестелген бөлінген. Міне 1 сантиметр деп міне қара. Мынау міне дәптер бетіндегі фигура. Яғни мына төгіліп қалған, мысалы, орында дақтықта. Соның қанша сантиметр ауданға тарағанын байқау үшін біз не істейміз? Оны әкеліп мынандай. Егер ол тамшы болса, онда өлшеп болады. Миллиметр квадратпен. Түсініп пе? Ең кішкентай миллиметр, одан кейін міне сантиметр. Міне 8 қараңыз міне. 1, 2, 3, 4 деп бәрісін алады ғой, е? Енді мына қараңдар. Мына жерде 1 бүтін, 2 бүтін, 3 бүтін, 4 бүтін, 5 бүтін, 6 бүтін, 7 бүтін, 8 бүтін міне. Яғни қарамен тұрған теңдік. Ана қызылмен міне өткеніміз 11, 12 міне. Енді 8 мен 12-ні қосамыз декен, оны 2-ге бөліп 14 сантиметр квадрат деп, оның несін шығарамыз екен? Ауданын шығарамыз екен. Жобамен. Көрді ме? Қазір сендер есеп кездессе, не істейін деп отырмайсыңдар. Бірінші, бүтін шаршыларды, бүтін квадрат сантиметрлерді өлшейсіңдер. Енді қара, мынау не ал деген? 6 сантиметр квадрат, 3 сантиметр квадраттан қандай? Артық деген. 6 сантиметр квадратпен 3 сантиметр квадраттың қосындысы 9 сантиметр квадратта тең, квадратқа тең. 6 сантиметр квадратта айырмасы 3 сантиметр квадраттың айырмасы 3 сантиметр квадратқа тең. Міне, 6 сантиметр квадратты 3-ке көбейтсек 18 сантиметр квадрат.